Пирі дархан, күнілі жайсан, армысындар қазағым. Отанды сүю иманнан деген. Біздер бейбітшілікті қалайтын, көрші елді сыйлайтын, кем пейілді қазақпыз. Мені көптен бері мазалап жүрген ойымды, пікірімді ортаға салмақшымын. Кезінде ата-бабаларымыз біздерге ұлан байтақ жерімізді аман етіп қалдырды. Өкінішке орай, кеңестік дәуірде жалға аламыз деген себеппен көптеген жерлеріміз Ресейге өтіп кетті. Соның ішінде Астархан, Омбы, Томбы, Орынбор және де басқа да жерлеріміз бар. Сол жерлерімізді қайтаратын уақыт жеткен сияқты. Алла қаласа, біздер қайтармасақ та, келешек ұрпақтарымыз қайтарады деп сенемін. Осы айтқан ойымды, пікірімді халықтың аманатын жүктеп жүрген депутаттар, елім деген, жерім деген азаматтар қолдайды деп ойлаймын. Біздердің үндемей болып жатқанымызды пайдаланған Ресейдің кейбір шовинистері неше түрлі сөздер айтып, қазағымыздың басқа да жерлеріне көстігіп жатыр. Сондықтан қазақ халқым, ұйықтамай оянайық. Бір-бірінге дұшпан болмай, ауызбіршілікте болайық. Алланың жолы бірігу, шайтанның жолы ірігуден сақтасын. Ата-бабамыз бөрінгенді бөрішейді деп бекер айтпаса керек. Алла тағала қазақ жұртына күш-қуат берсін. Елімізді, жерімізді сыртқы жаудан, ішкі даудан сақтасын. Ел жұртымыз аман болсын. Ойлаған арман мақсаттарымыз асыл болсын.